Родриго Силва де Гоэс қазіргі футболдағы талантты ең қауіпті ойыншылардың бірі. Ол айғайлап өзін жарнамаламады, жанжалмен емес, шешуші сәттердегі голдармен танылды. Оның футболға апарар жолы Бразилияның қарапайым көшелерінен басталып, әлемдегі ең ұлы стадиондардың бірі Сантьяго Бернабеуге дейін жетті. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнероликте біз Бразилия құрамасы мен Реал Мадрид клубының шабуылшысы Родригоның өмірбаянын қозғайтын боламыз. Басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдарып кетіңіздер. Ендеше көп созбай бастайық. Родриго 2001 жылдың 9 қаңтарында Бразилияның Озаску қаласында дүниеге келді. Оның әкесі Эрик Гоэс бұрын кәсіби футболшы болған. Сондықтан Родригоның балалық шағы футболмен тығыз байланысты өтті. Басқа балалар ойыншықпен ойнаса, ол доппен ойнады. Әкесі ұлының талантын ерте байқап, оны дұрыс бағытта дамытуға тырысты. Родриго бала кезінен-ақ тыныш мінезді, бірақ мақсатшыл болды. Ол көп сөйлемейтін, бірақ алаңда бәрін ісімен дәлелдейтін. 10 жасында Родриго аты аңызға айналған Сантос клубының академиясына қабылданды. Бұл клуб Пеле мен Неймарды әлемге танытқан ұлы клуб. Жас Родриго үшін бұл үлкен мүмкіндік еді. Академияда ол бірден көзге түсті. Оның дриблингі, жылдамдығы және ең бастысы, ойынды түсіну қабілеті өзгелерден ерекше болатын. Жаттықтырушылар оны өте ақылды футболшы деп бағалады. Родриго әрдайым дұрыс шешім қабылдайтын, артық қимыл жасамауға тырысатын. 2017 жылы небәрі 16 жасында Родриго Сантос сапында кәсіби дебют жасады. Ол үлкен футболдан қорықпады. Қарсыластарынан үрейленбей, өз ойынын көрсетті. Алғашқы маусымдарының өзінде ақ маңызды голдар соғып, Бразилия жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналды. Сол кезде Еуропаның көптеген алпауыт клубтары оған назар аудара бастады. 2018 жылы Реал Мадрид Родригоны шамамен 45 миллион еуроға сатып алды. Бұл трансфер көпшілікті таңғалдырды. Көп адам оның тым жас екенін, қысымға шыдамайтынын айтты. Бірақ Реал Мадрид болашақ жұлдызды көре білді. 2019 жылы Родриго ресми түрде Мадридтік клубтың ойыншысы атанды. Алғашқы маусымдар оңай болған жоқ. Жаңа ел, жаңа тіл, жаңа талаптар. Бірақ Родриго ешқашан шағымданған емес. Ол үндемей жұмыс істеді. Жаттығуда барын салды, алаңда әр мүмкіндігін пайдалануға тырысты. Алғашқы күндерінде Родриго клубтың екінші командасы Кастилияда ойнады. Бұл кезең оған испан футболына бейімделуге көмектесті. Бірақ оның таланты көп күттірмеді. Негізгі құрамға шақырту алған алғашқы матчтарында Родриго батыл ойын көрсетті. Ол қорықпады, допты өзіне алып, дриблинг жасап, шабуылға ұмтылды. Жаттықтырушылар оның салқын қанды мінезіне және тактикалық сауаттылығына таңғалды. 2019 және 2020 маусымында Родриго Реал Мадрид жейдесінде алғаш рет Ла Лигада гол соқты. Ал Чемпиондар Лигасындағы алғашқы ойынында хет-трик жасап, турнир тарихындағы ең жас ойыншылардың біріне айналды. Бұл сәт Родригоның әлемдік деңгейге дайын екенін дәлелдеді. Сол маусымда ол негізгі құрам мен қосалқы құрам арасында алма кезек ойнады, бірақ әр мүмкіндігін тиімді пайдалануға тырысты. Зинедин Зидан Родригоны ерекше бағалады. Ол жас ойыншыға сенім білдіріп, маңызды матчтарда алаңға шығарды. Родриго көбіне қанатта ойнады, кейде шабуыл ортасына да ауысты. Оның басты артықшылығы командалық ойынға бейімділігі. Ол жеке дара ойнағаннан гөрі пас беріп кеңістік ашуды жақсы көрді. Келесі маусымдарда Родригоның рөлі біртіндеп өсе бастады. Ол толыққанды негізгі құрам ойыншысы болмаса да, шешуші сәттерде алаңға шығып, ойын тағдырын өзгерте алатын футболшыға айналды. Көп жанкүйер оны үлкен матчтардың ойыншысы деп атай бастады. 2021 және 22 жылғы маусымы Родриго үшін ерекше болды. Дәл осы маусымда ол Реал Мадрид тарихындағы ең есте қаларлық Чемпиондар Лигасы жорықтарының бірінде корольдік клубтың басты жұлдыздарының бірі атанды. Манчестер Ситиге қарсы жартылай финалда матч аяқталуға санаулы минуттар қалғанда Родриго қатарынан 2 гол соқты. Бұл голдар Реал Мадридті финалға алып шықты. Сол кештен кейін Родригоның аты клуб тарихында мәңгі қалды.
Сол маусымда Родриго тек қосалқы ойыншы емес, сенімді шабуылшы ретінде танылды. Карло Анчелотти оның мінезін, сабырлылығын және үлкен қысымға төзімділігін жоғары бағалады. Родриго алаңға шыққанда команда жанкүйерлері оның шешуші әрекет жасайтынына сенетін болды. Кейінгі маусымдарда, әсіресе Бензема кеткеннен кейін, Родригоның жауапкершілігі одан сайын артты. Ол шабуыл шебіндегі негізгі ойыншылардың біріне айналды. Кейде оң қанатта, кейде сол қанатта, кейде жалған 9-шы позициясында ойнады. Әмбебаптығы оны бапкерлер үшін өте құнды ойыншы етті. Родриго Реал Мадрид сапында бірнеше Ла Лига титулын, Чемпиондар лигасын, клубтар арасындағы әлем чемпионатын жеңіп алды. Бірақ оның басты жетістігі кубоктар ғана емес. Ол Реал Мадридтің қиын сәттерде үміт сыйлайтын ойыншыларының біріне айналды. Родриго Бразилия ұлттық құрамасында да ойнайды. 2022 жылғы әлем чемпионатында пенальтиден мүлт кеткен сәті болды. Бұл оның мансабындағы ең ауыр сәттердің бірі еді. Бірақ ол сынбады. Керісінше, бұл оны одан әрі күшейтті. Родриго қателіктен қорықпайды, өйткені ол әрдайым алға ұмтылады. Ойын стилі жағынан Родриго өте әмбебап футболшы. Ол қанатта да, шабуыл ортасында да ойнай алады. Жылдам, техникалық, бірақ ең бастысы салқын қанды. Үлкен матчтарда ол жауапкершіліктен қашпайды. Мінезі де соған сай, тыныш, қарапайым, тәртіпті. Ол даңқ қуаламайды, басты мақсаты командаға пайда келу. Ол Мбаппе және Винисиус Беллингеммен бірге Реал Мадридтің жаңа дәуірін қалыптастырып жатыр. Родригоның өмір жолы бір нәрсені дәлелдейді. Жұлдыз болу үшін міндетті түрде айғайлап көзге түсу шарт емес. Кейде үнсіз еңбекпен шешуші сәттегі бір ғана гол бәрінен маңызды. Егер саған осындай футбол тағдырлары қызық болса, лайк басып арнаға жазыл. Ал сен Родригоны қалай бағалайсың? Ол Реал Мадридтің болашақ көшбасшысы бола ала ма? Пікірде өз ойыңды қалдырыңыз және арнаға тіркеліп осы бейнеге лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.